Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен өзімнің тапсырысқа жасап жүрген әрі клиенттерімнің сүйікті абадогы және өзімнің үнемі тағып жүретін абадогым қыз жібек абадогын жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және мені қолдап лайк басып видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен лекала сызып аламыз, яғни осындай ұзын қағаздың ортасы бүктелген жерінен 8 см сызамыз. 8 см ортасын 4 см нүктемен белгілеп аламыз және жанына қарай 25 см ұзындықта өлшейміз. 25 см белгілеген жерден екі жағына қарай 2-2 см-ден общий 4 см сызып аламыз. Енді 8 см-лік нүкте мен 4 см-лік екі нүктенің ортасын қосып, осындай ұзын лекала кесіп аламыз. Яғни бұны қағаздан емес, обойдан жасасаңыздар да болады. Үнемі осы лекаланы пайдаланып, матаның бетіне қойып кесіп ала беретін боламыз. Мінекей біздің лекаламыз дайын, енді матаның үстіне қойып кесіп алатын боламыз. Бұл объемды абадок болғандықтан, осы өлшенген лекаланың шетінен тігіске 1 см артығынан кесіп алатын боламыз. Егерде қатты объемды болғанын қаламасаңыз, онда тек қана енінен, жіңішке жағынан 1 см артық кесіп, жанынан дәл осы өлшеммен жалпақ етпей кесіп алуға да болады. Мінекей дәл осындай 3 мата кесіп аламыз, яғни бұл өрім жасау үшін қажет болады. Енді абадокты қаптау үшін жай ғана абадоктың ұзындығымен бірдей келетін 39-40 см ғана матаны және жанынан енінен 5 см болатын тік 4-3 мата кесіп алатын боламыз. Мінекей бізге қажетті материал осы ғана қажет, яғни бұны остатка маталарында жасасаңыз болады. Ең қолайлы мата ол велюр матасы, сол себепті бірінші жасағаннан велюр матасынан жасасаңыз болады. Енді жаңағы 3 өрімге арналған бірдей матаны тігінен ұзындығы бойынша тігіп аламыз. Қолдың көмегімен, не болмаса жаңағыдай швейный машинкаңыз болса, швейный машинкамен тігіп, осылай барлығын бірдей оң қарататын боламыз. Бұл яғни өрім жасауға арналған материал, сол себепті барынша бірдей ұзындықта болғаны дұрыс. Енді тігісін астына қарай қойып, 3 матамызды бірдей үсті-үстіне қойып, өрім жасайтын боламыз. Менің жағдайымдағыдай инені шаншып қойып, аккуратно осындай өрім жасап шығасыз. Барлық өрімдеріңіз бірдей болу қажет. Біреуін қатты қысып тартып қойып, біреуі сәл бостау болмаған қадағалаңыз. Өйткені барлық абадоктың сәнді көрінуі осы өрімге байланысты. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын өте аккуратно жасап жатырмын. Видео бірнеше есеге жылдамдатылған. Бұл кішкене ұзақтау процесті алады. Мінекей байқағандарыңыздай өте әдемі өрім болып шықты және барлық мата бірдей аяғына дейін жетті. Енді ең соңғы жағында осылай инемен шаншып аламыз. Енді абадокқа өлшеп көреміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәл жетіп тұр. Енді абадоктың өзін жаңағы тік 4-3 матамен қаптайтын боламыз. Яғни клей пистолеттің көмегімен ең бірінші ұшын жабыстырып аламыз, қайтарып және екі жағынан осылай жабыстырып отыратын боламыз. Артық жерлерін қайшының көмегімен кесіп тастап, өте аккуратно жасап шығамыз. Абадоктың жоғарғы бөлігіндегі қалатын осындай орындары ол өрімнің астында қалып кетеді. Сол себепті барынша аккуратнылықты абадоктың ішкі жағына мән беріп қарауымыз қажет. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте аккуратны болып келе жатыр. Барынша сабырлықпен және де төзімділікпен жасағандарыңыз дұрыс. Өйткені бұл өте әдемі көрінгенімен жұмысы өте аккуратно жасамаса, еңбегіңіздің барлығы зая кетеді деп айтқым келеді. Өйткені бірінші жасаған кезде менде де осындай идеальный болып шыққан жоқ. Сол себепті видео нұсқаулыққа қарай отырып жасап шықсаңыз өте әдемі әрі сәнді, ешкімде жоқ абадок болып шығады. Дәл осы абадок бойынша мен біраз табыс тапқан болатынмын. Және көптеген клиенттерім де бар, неше түрлі түсінен алып әлі де тапсырыс беріп жүрген клиенттерім бар және өзімнің де сүйікті аксессуарым деп айта аламын. Мінекей көріп тұрғандарыңызда ішкі жағында тек қана өзімнің этикеткам қалды, қалған жерінде ешқандай мін жоқ. Енді өрімнің өзін жабыстырып шығатын боламын. Ең бастапқы ұшын кішкене ішке қайырып, тігетіндей орын қалдырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңызда кішкене бас жағын қайырып жібердім және оны иненің көмегімен шаншып қоям.
өйткені ары бері жылжып кетпес үшін, және ары қарай көрінбейтін тігіспен тігіп шығып жатырмын. Екі осындай ободоктың ұшын тігетін боламыз. Сонда біздің ободогымыз мейлінше барынша аккуратно көрінеді, ешқандай тігіс те, клей де ештеңе көрінбейді. Көріп тұрғандарыңыздай өте майда тігіспен, көрінбейтін тігіспен тігіп шығып жатырмын. Бұл ободок, яғни қыз жібек ободогы алған клиенттерімнің барлығының көңілінен шыққан, сол себепті жасап табысты болуларыңызға болады. Және айта кетейін, яғни ободогыңыздың құны қаншалықты аккуратны жасасаңыз, соншалықты қымбат көрінетін болады және бағаланатын болады. Ал егер де сізде клей пистолет болмаса, онда ине жіптің көмегімен тігіп те жасай беруіңізге болады. Яғни ободоктың основасын қаптаған кезде дәл осы техникамен тек қана көктеп тігіп шығасыз жоғарғы бөлігін, және артық жерін кесіп тастайсыз. Ал өрімді дәл осы техникамен шет-шеттерін көрінбейтін тігіспен тіге отырып бітіруге де болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұшын тігіп бітіре бастадым. Енді майда ғана түйнектеп, ары қарай кесіп алып, енді ары қарай клей пистолеттің көмегімен жабыстыратын боламыз. Ободоктың жіңішке жағына бір ғана ұзын сызықпен клей жағамын, ары қарай жалпақ жағына келген кезде кішкене жалпақтатып клей жағып шығып жатырмын. Және өрімді қатты тартудың керек жоқ, жай ғана орын-орынмен осылай жабыстырып өте бересіз. Мінекей ұшына жақындадым. Көріп тұрғандарыңыздай, енді ұш жағына келгенде до конца клейді жақпаймыз, өйткені тігіс тіккен кезде кішкене ол бөгет жасайтын болады. Ұзынырақ болып қалған жерді осылай қайшының көмегімен кесіп тастап, артық жерін алып тастап, дәл бірінші ұшын қалай тіктік, дәл солай осылай ішке қарай қайтарып жіберіп, ары қарай көрінбейтін тігіспен әдемілеп, матаңыз қандай түс болса, тура сол түстен жіпті таңдап алып, майда тігіспен көрсетпей тігіп шығамыз. Осымен біздің ободогымыз дайын болуға шақ қана қалды. Жасап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, келесі видеода қандай қолөнерді көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарийге жазсаңыз болады. Мен видео жасап, түсіріп, сіздермен бөлісуге тырысамын. Және міндетті түрде колокольчик белгісін баса кетіңіз, өйткені келесіде жаңа видео шыққан кезде бірінші болып көретін боласыз. Менің каналым бір ғана салада емес, қолөнер, тігін және тағам түрлерімен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Сол себепті міндетті түрде менің каналымнан алыстамауыңызға кеңес беремін. Одан бөлек мен Instagram желісінде де өте белсенділік танытамын. Сол себепті Instagram парақшама да жазылып алсаңыз болады. Instagram парақшасында да көптеген лайфхактармен бөлісіп отыратын боламын. Және егер де сіз мен көрсеткен видеолар арқылы, менің каналым арқылы пайдалы нәрсе жасап жатсаңыз, мені міндетті түрде Instagram парақшаңызда белгілей кетіңіз. Мен сізді міндетті түрде өз сторисіме шығаратын боламын. Мінекей біздің ободогымыз дайын болды. Артық жібін кесіп тастаймыз. Сонымен біздің ободок толыққанды өте әдемі болып шықты. Бұл мастер-класты сіздермен тегін бөлісуге маған оңайға соққан жоқ, өйткені ақылы өткізіп жүрген мастер-классым. Алдағы уақытта да өзім ақылы қатысқан мастер-класстарды тегін бөлісіп отыратын боламын. Жасап көріңіздер міндетті түрде, және мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын. Сіздермен болған Айгерім.